Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Ош-қош қыз Хиуаз Доспанова. Оқу мақсаты мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түріндегі берілген процесті сипаттап жазу. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Оқу мақсаты негізінде жасалған жұмыс нәтижесі мәтін құрылымын, кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру сақтай отырып, графиктік мәтін сурет түріндегі берілген процесті сипаттап жазады. Оқшау сөздердің қызметін түсініп, ажырата біледі. Құраған мәтінінде оқшау сөздерді пайдаланады. Хиуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылы 15 мамырда Ганюшкин ауылында, қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Әкесі Қайыр балықшы, анасы Меруерт мұғалім болып еңбек еткен. Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубынан бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина Раскова бастаған 46-шы гвардиялық полктың құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан. Хиуаз Доспанова сол кездің өзінде теңдессіз ерлік үшін қанатты қыз атанған еді. Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз олардың есімдерін тек Қазақстан ғана емес, кезінде Кеңес одағы халықтары да жақсы білді. Соғыстан кейін лауазымды қызметтер атқарған Хиуаз Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы берілген болатын. Тыңдалым мәтіні: Қанатты қыз. Хиуаз Атырау облысында балық кәсіпшілігімен айналысқан жұмысшы отбасынан шыққан. Хиуаз кезінде Мәншүк Мәметовамен бір көшеде тұрып көрші болған. Есімдері тарихта мәңгі қалатын бір көшенің батыр қыздарының мінездерінде де ұқсастық бар. Алғырлық, қайсарлық, адалдық екеуіне де ортақ қасиет. Мектеп қабырғасын үздік бағамен тамамдаған талдырмаш жас қыз ұшқыш болуды армандайды. Алған қойған мақсатын қайтсе де орындауға дағдыланған ол, соғыс басталған жылдары Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына қабылданбай қалса да, медицина институтынан алған білімі мен тылда еңбек етіп, кейін ұшқыштар дайындайтын училищеге түседі. Өрімдей жас қыздың қайсарлығына тәнті болған атақты ұшқыш әйел Марина Раскова сол кезде оған зор үміт артқан екен. Жаумен аспандағы шайқаста 300 рет болып қайтқан Хиуаз ұшақтан 14 рет құлапты. 4 мәрте ауыр жарақат алып, есін жиысымен ұрыс даласына қайтып оралған. Жаумен шайқаста асқан ерлік көрсете білді. Қазақтың жас қызы Отан соғысы жылдары Марина Раскова басқарған 46-шы гвардиялық түнгі бомбылаушы ұшақтар полкінде штурман қызметін атқарған. Майдандағы ерлігі үшін Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен және көптеген медальдармен марапатталған. Ал төсіндегі еңбек қызыл ту ордені соғыстан кейінгі жылдардағы елеулі еңбегінің жемісі. Хиуаз бен оның ұшқыш құрбыларын немістер түнгі мыстандар деп атап, олардың әуеден бағыттаған соққысын үрейлене күтіп, қояндай қорқып, талай таңды көз шырымын алмастан қарсы алды. Тіпті Гитлердің өзі әрбір атып түсірген әйел ұшқыштар экипажы үшін әрбір солдатына темір крест беріп, аз күнге үйіне демалысқа жіберуге уәде берген деген әңгімелер де сол кезде желде ескен. 2008 жылы 21 мамырда Алматы қаласында 86 жасында дүниеден озды. Мәтін бойынша сұрақтар. Хиуаз Доспанованың басты арманы. Екінші, қайсар қыз қанша әуе соғыстарына қатысқан? Үшінші, Хиуаз Доспанованы не себепті қанатты қыз деп атаған? Төртінші, батыр қыздың майдандағы ерлігі қалай бағаланды? Сұраққа тыңдалым мәтіні бойынша жауап береміз. Мәтін құрылымын, кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру сақтай отырып, берілген сурет бойынша шағын әңгіме құраңдар.
Әңгіменің тақырыбы қанатты қыз. Сендерге міне сурет беріліп тұр. Осы сурет негізінде әңгіме құрайсыңдар. Әңгіменің тақырыбы қанатты қыз. Әдеби тіл нормалары. Оқшау сөздер. Сөйлемде басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылатын ойға қатысы бар сөздер кездеседі. Олар қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөз. Мысалы, жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Осындағы жолдастар қаратпа сөз. Демек, біз жеңеміз. Осындағы демек қыстырма сөз. Алақай, біз жауды жеңдік. Ондағы алақай сөз, одағай сөз. Одағай сөздер оқшау сөздердің бір түрі. Ол айтушының көңіл күйін, сан түрлі сезімін, эмоциясын білдіру үшін қолданады. Одағайлар қалыпты баяу дауыспен айтылса, жазғанда одан кейін үтір қойылады. Ал көтеріңкі дауыспен айтылса, леп белгісі қойылады. Мысалы, шіркін. Батыр болсаң осындай бол. Шіркін дегеннен кейін үтір қойылады. Бәрекелді. Міне, нағыз азамат. Десе, бәрекелді деңгей леп белгісі қойылады. Одағай сөз, бәрекелді, одағай сөз. Шіркін, оқшау сөздің ішінде одағай сөз екен. Кері байланыс тапсырмасы 149 бет 6 тапсырма. Хияз Доспанова туралы не білесің тақырыбында сұхбат алып мәтін құра. Мәтінде қаратпа, қыстырма, одағай сөздер болсын. Яғни, Хияз Доспанова туралы сұхбат аласыңдар. Осы сұхбат бойынша мәтін құрайсыңдар. Бұл мәтіндерінде қаратпа, қыстырма, одағай сөздер болуы керек екен. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезет, электронды почта немесе WhatsApp желісі арқылы тапсырманы орындап қайтарасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасы 149 беттегі 6 тапсырма. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.